Имам Тирмизи өзінің Шамаил Мухаммадия, яғни пайғамбарымыздың сырт келбеті, тұрыс болмысы жайлы жинақтаған кітабында мынандай пайғамбарымыздың сырт келбеті жайлы мынандай хадис келтіреді. Ол хадисті Али ибн Абу Талиб. Ал Али ибн Абу Талиб кім десе, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлық міндет жүктелмей бұрын 10 жыл бұрын дүниеге келген пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам көкесі Абу Талибтің баласы, анасы Бинтул Асвад. Али ибн Абу Талиб пайғамбарымыздың сүйікті қызы Фатиманың жары, жолдасы. Және пайғамбарымыздың екі сүйікті немересі Хасан мен Хусейннің әкесі. Али ибн Абу Талиб 586 хадис риуаят еткен пайғамбарымыздан. Табук ғазауатынан басқа ғазауаттардың барлығына қатысқан сондай ержүрек батыр. Али ибн Абу Талиб тірі кезінде жәннатпен сүйіншілеген ашара мубашара 10 сахабаның бірі. Али ибн Абу Талиб Рамазан айының 17-сі күні таң намазынан үйіне қайтып келе жатқан кезінде бір хауари жігіт артынан қанжар тығып шахид қылады. Сол Али ибн Абу Талиб пайғамбарымыздың сырт келбеті жайлы былай хадис риуаят етеді. Лам якуни набию саллаллаху алейхи уассалам бит-тауили вала бил-қасир. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты ұзын да, қатты қысқа да емес еді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қалың көпшілікпен келе жатқан кезде немесе көпшілікпен отырған кезде оның төбесі барлығынан жоғары көрінетін еді дейді. Шаснул каффайни вал қадамайни. Пайғамбарымыздың алақандары, табандары нық, қалың, қатты әрі жұмсақ еді дейді. Дохмур руси дохмул карадис. Бас сүйегі ірі және буындарының біріккен жерлері үйлесімді әрі ірі еді дейді. Атауилул масрубати. Және пайғамбарымыздың көкірек тұсынан кіндігіне дейін түскен жұқа түктері бар еді дейді. Иза маша такаффа такаффау кааннама янхутту мин сабабин. Ал пайғамбарымыз жүрген кезде алдыға ұмтылып сәл еңкейіп жүретін. Кааннама янхутту мин сабабин. Бір биік төмпешіктен түсіп келе жатқан секілді дейді. Және пайғамбарымыз жүрген кезде аяқтарын жерден нық сеніммен көтеріп нық басатын, жан жағына жалтақтап қарамайтын. Пайғамбарымыздың осы хадисті риуаят еткен Али ибн Абу Талиб хадис соңында айтады: "Ла мара қаблаху ва ла ба'даху мислаху." Мен пайғамбарымыздан бұрын және одан кейін пайғамбарымыз секілді адам көрген емеспін дейді.